Руслан Қоянбаевтың кезекті киносындағы басты рөлі үшін таласқан Жақын Отарғалиев Қайрат Әділгерейдің төбелесінің толық видеосы шықты. Бәсекелестікке жеңіске жеткен әзілкеш эфир кезінде қарсыласына жұдырық ала жүгіріп, оны екінші қабаттан лақтырып жіберген. Қос актер Қоянбаевтың туындысында бой көрсету үшін бәріне баруға дайын екенін дәлелдеді. Бір рөлге қызу таласқан Отарғалиев пен Әділгерейдің дауы Қызық лайв бағдарламасында жалғасты. Сөзге келіп қалған өнер иелері төбелесе кетіп, студиядағы заттардың барлығын қирата бастаған. Желіде тарап кеткен видеоға қарап, Жақанның Қайратты екінші қабаттан лақтырып жібергенін көруге болады. Бағдарламаның толық нұсқасын аталмыш оқиғаның алдын ала жоспарланған екені анықталды. Бір-бірімен жаға жыртысқан актерлар соңында бірден құшақтаса кетіп, көпшілікті таңғалдырды. Екеуі бұл әрекеттің халық қызығушылығын тудырып, көңілін көтеру үшін өзара келісіп алған көрінеді.